زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Үзілістен кейін Аллахтың қалауымен пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын Хафиз ан-Науауидің кітабынан оқуды жалғастырамыз. Хафиз ан-Науауи айтады, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам балдары жөніндегі бөлім. Фаслун фи ауладихи саллаллаху алейхи уассалама. Лаху саллаллаху алейхи уассалама саласату банин. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламда 3 ер бала, ұл бала болған. Ал-Қасим ва бихи кана юкна. Біріншісінің аты Қасим. Бұл баламен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның куньясы болған. Кунья деген арабтарда бір адамды егерде құрметтейтін болатын болса, немесе жаңағыдай мәртебелі бір адам болатын болса, бұл адамды шақырған кезде атымен шақырмайды, бәлкім куньясымен шақырады. Кунья деген оның баласының, яғни пәленшенің әкесі деп. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды Абул Қасим деп айтқан болған. Қасымның әкесі, пәленшенің әкесі деп. Осы кунья деген осы Абул Қасим. Және де осы жерде айта кететін нәрсе, бұл кунья деген арабтарда және де ғалымдарда, осы ислам ғалымдарында бұл нәрсемен танысқан кезде адам өзін куньямен таныстыру, өзінің куньясымен таныстыру бұл әдептен болып есептелмейді. Әдептен болып есептелмейді. Неге әдептен болып есептелмейді? Себебі бұл нәрсені жалпы адамды шақырған кезде, куньясымен шақырған кезде, бұл бір құрметтіліктің белгісі. Яғни адам өзін куньямен таныстырған кезде тілімен айтпаса да, бірақ өзінің іс-қимылымен нағыл деп тұр, мені құрметтеңдер деп айтып тұрған адам сияқты болады. Сондықтан ол әдепсіздіктен болып есептеледі. Сондықтан бұл жерде көп бауырлардың арасындағы бір қатені айтып кететін болсақ, сол таныстырған кезде өзін мен пәленшен, мен Абу Фуланмын деп, мен пәленшенің әкесімін деп таныстырады. Бұл қате. Себебі біз пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассаламға қарайтын болсақ, сахабаларға қарайтын болсақ, олар өздерін таныстырған кезде өздерінің аттарымен таныстыратын болған. Ал кунья мен басқа құрметті адамды шақырсан, ол жерде проблема жоқ. Және де куньяны алу бұл өзі сүннет, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Міне жаңа осы жерден пайғамбар Мұхаммадтың куньясы Абул Қасим екенін білдік. Сондықтан біздің осы бауырлардың бір қатесінің бірі, өздерін таныстырған кезде өздерін мен Абу Фуланмын деп, пәленшенің әкесімін деп таныстырады. Бұл бірақ әдепсіздіктен болып есептеледі. Сондықтан қарайтын болсақ, мысалы көптеген осы жердегі Мединадағы ғалымдарға қарайтын болсақ, біз олардың куньясын да білмейміз. Көбілерін. Мысалы Шейх Абдулла Бухаридің куньясын, Шейх Убейд аль-Джабири, немесе олар өздерінің сабақтарын жазғанда, немесе кітаптарын жазғанда Абу Фулан деп жазбайды көбінесе. Сондықтан бұл нәрсеге бір көңіл аударсақ жақсы болар еді. Сондықтан адам таныстырған кезде өзінің тегімен, өзінің руымен, өзінің әкесімен таныстырса жөн болады. Яғни арабтар мысалы өздерін таныстырған кезде айтады, Фулан ибн Фулан аль-Фулани деп айтады. Пәленшенің баласы пәленше рудан, пәленше тайпадан, тегі пәленшедіктен. Бізде дәл қазақтарда сияқты, біздер танысқан кезде атын сұраймыз да, содан кейін руын сұраймыз. Дәл сол сияқты, осылай танысқан, осылай өзін таныстырған адамдарға ол дұрысырақ болады. Аллаху алям. Арғарай Хафиз ан-Науауи айтады, улида қобля нубуа, яғни Ал-Қасим, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның Қасим деген баласы пайғамбарлықтың, яғни пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығына дейін, елшілігіне дейін туылған. Уатуфия ва хуа ибну санатайин. Және де ол Қасим 2 жасында қайтыс болған. Екінші баласы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Абдулла. Ва юсамма ат-тайиб ва-ат-тахир. Ол кейбір жерлерде оның лақабаттары бар. Ат-тайиб, яғни таза, ат-тахир, ол да таза дегенді білдіреді. Яғни Абдулланың тағы да 2 аты бар. Тайиб және де тахир деген. Лианнаху улида ба'да нубуа. Неге оны таза деп атаған? Себебі ол пайғамбарлықтан кейін дүниеге келген. Вақила ат-тайиб ва-ат-тахир ғайру Абдилла. Кейбір
ғалымдар тойиб және де тохир деген екі атты пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассаламның басқа екі баласының аты деп айтқан. Кейбір ғалымдар сөйтіп айтқан. Бірақ Хафиз ан-Науи нақыл дейді, «Уас-сахихул аувал». Бірақ дұрысырақ пікір, бұл екі ат, яғни тойиб және де тохир, Абдулланың лақабаттары болып есептеледі. Яғни пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам екінші баласының, Абдулла деген баласының лақабаттары болып есептеледі. Ат-тойиб, ат-тохир. Үшінші баласы Ибрахим. Улида бил Мадинати саната 8. Ибрахим Мединада туылды. 8 жылы хижрадан кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қоныс аударуынан кейін 8 жылы туылды. Уамата биха саната 10. Және де 10 жылы, хижра бойынша 10 жылы дүниеден кеткен. Уахуа ибну 17 шахран ау 18 шахран, және де жасы қайтыс болған кезде 17 айлық немесе 18 айлық болған деп айтады Хафиз ан-Науи. Сол Ибрахим қайтыс болған кезде күн тұтылады. Және де кейбір аздаған сахабалар өздерінің исламға дейінгі сенімінің әсерінен сол күн тұтылу тек ұлы адамның туылуының себебінен немесе өлуінің себебінен болады деп, бұл Ибрахимнің өлімінің себебінен болды деп айтады. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам нақыл дейді, «Инна шамса вал қамара аятани мин аятилла» дейді. Бұл күн, сіз көріп тұрған күн және де ай дейді, бұл Аллахтың бір жаратылыстары дейді. Кәдімгі басқа жаратылыстар сияқты жаратылыстары дейді. «Ла янкасифани лимаути ахадин ва ла ли хаятихи» дейді. Бір адамның өлімінің себебінен немесе өмірге келуінің себебінен тұтылмайды дейді. Күнде айда дейді. «Иннама юхауифуллаху бихима ибадаху». Расында Аллах тағала бұл күн тұтылуымен және айдың тұтылуымен өздерінің құлдарын қорқытады. Неге? Себебі қиямет күні күн мен ай тұтылып аспаннан жоқ болып кетеді. Сондықтан бұл нәрсе тек қана Аллахтың бір жаратылыстары, және де олардың қозғалысы ешқандай бір жердегі болып жатқан нәрсеге әсер етпейді. Соны пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларынан осындай сөз естігендіктен осылайша осы сенімді түзеп қояды. Осы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның 3 ұл баласы Қасим, Абдулла және Ибрахим. Арғарай Хафиз ан-Науи айтады, «Вакана лаху саллаллаху алейхи уассалама 4 банатин». Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламда 4 қыз бала болған дейді. Біріншісі Зейнаб радиаллаху анха, тазауважаха Абул Ас ибн Раби' ибн Абдул Узза ибн Абдул Шамс, ва хуа ибн халатиха ва уммуху Халату бинту Хуайлид деп айтады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бірінші қызы Зейнаб. Бұл Зейнабты пайғамбар Мұхаммад Абул Ас ибн Раби' ибн Абдул Узза ибн Абдул Шамс деген кісіге береді. Яғни күйеуі, Зейнабтың күйеуі Абул Ас ибн Раби' ибн Абдул Узза ибн Абдул Шамс. Бұл Абул Ас ибн Раби' оның анасы Халату бинту Хуайлид, яғни Хадижаның апасы Халату бинту Хуайлид. Хадижа мен яғни Хала бір-біріне апалы сіңілі болып келеді. Ал Хадижа пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның әйелі. Сондықтан Абул Ас ибн Раби' пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның қайын жұртынан болған. Енді бұл кісінің, яғни Абул Ас пен Зейнабтың қиссасы өте бір қызық. Бұл Абул Астың өзі негізінде Құрайыштардың арасында өзінің аманатшылдығымен, шыншылдығымен танылған кісі болған. Және де ол өзі әдемі кісі болған. Және де жаңағыдай саудамен айналысатын болған. Оны пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама әйелі Хадижа ұсынады. Яғни Зейнабты осы Абул Асқа бер деп Хадижа айтады. Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзі пайғамбарлыққа дейін Хадижаға қарсы шықпайтын болған. Бұл жерде де және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам үлкен әдебінің бірі бар. Себебі Хадижа пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам көп көмектесетін болған. Және оны қолдайтын болған. Уахи түскен кезде пайғамбар Мұхаммадқа ең бірінші рет уахи түскен кезде, Алақ сүресі түскен кезде ең бірінші болып иман келтірген оған ол Хадижа, ең бірінші сенген оған Хадижа, және де оны қолдаған Хадижа. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қорқып кетіп үйіне келген кезде, Жибрилмен кездескеннен кейін, ол мені
ораңдар, мені ораңдар деп оралып алады. Содан кейін қорқыныш жүрегінен кеткеннен соң Хадижа айтады, мен өзіме қорықтым деп айтады. Не деп қорықтым? Яғни мен бұл жауапкершілікті көтере алмаймын деп қорықты деп айтады кейбір ғалымдар. Кейбір ғалымдар айтады, мен маған келген періште емес, шайтан деп қорықтым деп айтқан кейбір ғалымдар. Сол кезде Хадижа нағыл деп айтады пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам, қараңыз, ақылды әйел өзінің күйеуіне қандай ақылдар айтады. Ол айтады, валлахи ла юхзикаллаху абада. Аллахпен ант етемін, сені Аллах ешқашанда қалдырып қоймайды деп Хадижа айтады. Осылай мен пайғамбар Мұхаммадты саллаллаху алейхи уассалам Хадижа қолдау көрсетіп қояды. Қолдау көрсетеді. Және де өмір бақи, өмірдің соңына дейін Хадижа пайғамбар Мұхаммадты қолдаған. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оны қатты жақсы көретін болған. Және де оған осындай дүниелік нәрселерде қарсы шықпайтын болған пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Және де осы жерде біздің бауырларға бір өнеге бар. Себебі біздің бауырлардың арасында бір әйеліңді тыңдасаң бір төменшілік, еркекшіліктен емес деп айтады. Кейбіреулер баяғы бір өзінің жаңағы даладағы көшедегі түсініктермен жаңағындай налдейді подкаблук деп айтады ғой. Сөйтіп бір-бірін келемештейді, кекетеді. Бірақ ол олай емес. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне қарайтын болсақ, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ешқашанда өзінің әйелдерімен ақылдасуға, ақылын сұрауға, оларға үй шаруашылығымен көмектесуге, олардың ақылын тыңдап, оларға қарсы шықпауды ешқашанда бір тәкаппарланбаған ол нәрседен. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оны бір еркекшіліктен емес, немесе төменділіктен деп санамаған. Сондықтан біздер ахли суннамыз дейміз ғой, сүннетке ерушілеріміз дейміз ғой. Міне пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сүннеті. Біз үйде, күнде біздің қасымызда тұратын жұбайымызбен бірге практика жасайтын сүннет. Міне пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сүннеті. Және де бұл нәрседен ешкім тәкаппарланбау керек. Себебі біздер айтамыз не? Ва хайрул хади хади Мұхаммади саллаллаху алейхи уассалам. Ең жақсы жол, ең тура жол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жолы. Алла субхана тағала дейді: "Ва лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Сендерге пайғамбар Мұхаммадта саллаллаху алейхи уассалам ең көркем өнеге болды деп айтады. Яғни осылай пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өздерінің әйелдерімен мәміле қылатын болған. Біздер ол нәрседен тәкаппарланбау керекпіз. Біздер Құран сүннет дейтін болсақ, міне Құран сүннет, міне Құранда келген пайғамбар Мұхаммадтың ақылығы. Біз көшенің түсініктерінен алыстау керек. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сүннетін қабылдаудан бас тартпау керекпіз және тәкаппарланбау керекпіз. Сол Хадижа пайғамбар Мұхаммадқа Абул Асты ұсынады Зейнапқа күйеу ретінде. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам үйлендіреді Зейнапты Абул Асқа. Содан кейін пайғамбарлық келгеннен кейін бүкіл Құрайштар келіседі. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам тағы да бір екі қызы болған, біреуі Умму Кульсум, біреуі Руқайя деген. Бұларды пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Абу Лахабтың екі баласына берген исламға дейін. Яғни оған вахид пайғамбарлыққа дейін. Содан кейін бұл Құрайштар келіседі нағыл деп пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам қыздарын талақ етейік, бұлардан ажырасайық деп пайғамбар Мұхаммадқа осылайша аза тигізгісі келді, яғни зиян бергісі келді. Сөйтіп Абу Лахабтың екі баласы келіседі. Руқайяны да, Умму Кульсумды да тастап, жаңа ажырасады олармен. Бірақ та Абул Ас келіспейді. Зейнапты қалдырады өзімен бірге. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ол кезде Зейнап пен Абул Астың арасын ажырамайды. Себебі ол кезде әлі мұсылман тек мұсылманға үйлену керек деген аяттар әлі түспеген еді. Сөйтіп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам хижра жасайды. Яғни қоныс аударады Меккеден Мединаға. Сол кезде Зейнапты өзімен бірге алып кетеді. Зейнап Мединада болады, ал Абул Ас Меккеде қалады. Абул Ас өзі Бадр соғысына қатысқан кезде Бадр соғысында тұтқынға түседі. Сол кезде оны босату үшін Зейнап, яғни қараңыз, күйеу мен әйелінің арасындағы мәміле қандай болу керек? Бір-бірін қалай жақсы көрді, бір-бірін қалай қолдады, және де бір-біріне қалай уайымдады. Қараңыз, Зейнапта радиаллаху анха бір ғана бағалы нәрсе болған. Ол не? Оның мойыншағы. Ол мойыншақты оған Хадижа радиаллаху анха сыйлаған. Сол Абул Асқа күйеуге шыққан кезде, күйеуге теген кезде. Сол мойыншағын беріп, Абул Асты босатуды талап еткен. Өзінің күйеуін босатуды талап еткен. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оны көріп, жүрегі жібіп, сахабаларға айтады: "Бұл Зейнаптың тұтқынын босатыңыз да, оның берген мойыншағын оған қайтарып берсеңіз жақсы болар еді" деп айтқан кезде сахабалар
күмәнсіз пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқан ойын пікірін алып Абул Асты босатады да Зайнапқа моншағын қайтарып береді. Бұл бір қисса. Екінші қисса, Абул Ас ибн Раби өзі Шамға барып сауда саттықпен айналысатын болған. Және де Құрайыштардың түгел оған, яғни инвестор болып ақша беріп, ол барып Шамға сауда саттық жасап, аналарға ақшасын, аманаттарын қайтарып беретін болған. Сөйтіп ол бір күні Шамға сапарға шығып, сауда саттықпен айналысып, қайтар жолда оның керуенін мұсылмандар жаулап алып, олжа ретінде алып кетеді да. Абул Ас болса қашып кетеді. Бірақ ол тығылып, ақыр соңында Мединаға келеді да, Зайнапқа келіп, Зайнаптан оны қамқорға алуын сұрайды. Сол кезде Зайнап оны қамқорына алады. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сахабаларымен бірге мешітке келіп, фаджр намазына тұра бергенге, таң намазына тұра берген кезде, әйелдер сабынан Зайнап айқайлайды: мен Абул Ас ибн Раби'ті өзімнің қорғауыма алдым, қамқорыма алдым дейді. Исламда қалай? Мысалы, мұсылмандар мен мұсылман еместердің арасында соғыс болып жатса, басқа дін өкілдерімен соғыс болып жатса, мысалы, немесе басқа елмен соғыс болып жатса, және де бір мұсылман сол елдің адамын өзінің қамқорына алатын болса, онда қалған мұсылмандар бұл адамды өлтіруге ақылар жоқ. Бұны зимми деп айтады. Зимми, яғни қамқорлыққа алынған адам деп айтылады. Зайнап сол саптан айқайлайды: мен Абул Ас ибн Раби'ті өзінің қамқорлығыма алдым деп айтады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам намазды бітірген соң адамдарға бұрылып, мен естіген нәрсені сендер де естідіңдер ме деп сұрайды. Сонда адамдар иә деп айтады. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: онда біз бұл адамды тиісуге бізде ешқандай ақымыз жоқ. Біз оны қамқорлыққа аламыз. Зимамул муслимина фи аднахум деп айтады. Яғни мұсылмандардың қамқорлығы, ең төмен мұсылман айтса да, бұның қамқорлығы заңды күш алады. Яғни мұсылманның құлы немесе әйелі бір соғыс жатқан елдің өкілін өзінің қамқорлығына алатын болса, ол кезде бұл қамқорлық өзінің заңды күшіне енеді де, бұл адамды қалған мұсылмандарға тиісуге болмайды. Яғни бұл исламның көркемділігі. Және де исламдағы әйелдердің не құлдардың орны осындай. Олар біреуді қамқорлыққа алатын болса, жоқ, еркек алу керек деген нәрсе жоқ. Жоқ, әйел еркекті қамқорлыққа алса, ол бай әйел болмасын, ол ең кедей әйел болсын, оның қамқорлығы заңды күшке енеді де, басқа мұсылмандарға оған қамқорлыққа алған адамды тиісуге болмайды. Сөйтіп қамқорлыққа алады. Бірақ сол кезде Мединада мұсылманға ғана үйлену керек деген аяттар түсіп қойған еді. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Зайнап пен Абул Астың жеке оңаша қалуға тыйым салады. Абул Ас болатын болса, мұсылмандардан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан бұның керуенін, тауарларын қайтаруды талап етеді. Сахабалар оны олжа қылып алды ғой. Бұл мал мұсылманның қазынасына кетті. Яғни сахабаларға кетті. Енді ол бүкіл сахабаларын жинайды да айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам: егерде бұл кісінің тауарларын қайтарып берсеңіз, жақсырақ болады бұның жүрегін жібітіп исламға бет бұруына. Қайтармасаңдар, ол сендердің ақыларыңыз деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Яғни бұл жерде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның әділ басшы тұлғасы көрініп тұр. Себебі бұл мал, бұл тауарлар, бұл керуен мұсылмандардың ақысы. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оларға залымдық жасап, оны тартып алып қайтарып бермеді. Алайда ол нағыл деп айтты: бұл сендердің ақыларың, қалдырсаң қалдыра беріңдер, ал егерде оны қайтарып берсеңіз, ол жақсырақ, себебі ана адамның исламға бет бұруына себеп боласыңдар деген кезде сахабалар әрине пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқан насихатын немесе жаңағындай ақылын тыңдап Абул Асқа бүкіл мал мүлікті қайтарып береді. Бірақ Абул Ас оны не үшін айтты? Абул Ас ол өзінің сараңдығынан немесе өзінің мал дүние жақсы көргендігінен жасамады. Ол өзінің аманатшылдығынан жасады. Себебі бұл нәрсе оның мойнында тұрған жауапкершілік. Бұл малды ол қайтарып беру керек. Бұл тауарды ол Меккеге қайтарып беру керек. Сондықтан ол бұл керуенді алып, бұл тауарларды алып Меккеге қайттан оралады да, бүкіл Құрайыштардан алған мал мүліктерін қайтарып береді. Сөйтіп Кабаның алдына келіп айтады: мен бүкіл адамдарға аманаттарын қайтардым ба деп айтады. Сол кезде адамдар: я қайтардым деп айтады. Ешкімнің аманаты менде қалмады ма деп айтады. Жоқ, қалмады деп айтады. Сол кезде Абул Ас ибн Раби айтады: онда тыңдаңдар дейді. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп айтады. Онда тыңдаңдар, мен Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ деп куәлік етемін, және де Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Аллахтың елшісі деп куәлік етемін деп айтады. Неге өйтіп жасады? Абул Ас оны өзі түсіндіреді. Ол айтады: егер де мен
Мединада ислам қабылдайтын болса, яғни ислам Мединада мен жүрегіме кірді деп айтты. Бірақ мен бүкіл жерде мен ислам қабылдадым деп жариялайтын болсам Мединада, ол кезде Қурайштар нағыл деп айтар еді, бұл біздің мал мүлкімізді алып кетіп, аманаттын бұзып, ислам қабылдап, сол Мединада қалып қойды деп айтар еді. Сол нәрседен қорқып, яғни ол оның ар намысына тиер еді. Сондықтан ол бүкіл аманаттарын қайтарып, содан кейін ислам қабылдайды. Содан кейін Мединаға оралады. Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам болатын болса, Зейнаб пен Абул Астың арасында ешқандай жаңадан неке жасамай қосады. Бұл Зейнаб және де Абул Астың радиаллаху анхума қиссасы. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бірінші қызы Зейнаб, екінші қызы Фатима радиаллаху анха. Тазауджаха Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху. Бұл Фатима Али ибн Аби Талибтің әйелі болады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Фатиманы Али ибн Аби Талибқа береді. Және де бұл Фатима туралы бір хадис келеді. Бұны Айша радиаллаху анха бізге жеткізген. Бұл хадис Сахи Бухари және Сахи Муслимда келген. Пайғамбар Мұхаммад Айша айтады, бір күні Фатима пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам кіреді. Және Фатиманың жүріс-тұрысы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға ауымайтын болған деп айтады Айша. Сөйтіп Фатима кіріп, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламмен бірге отырады да, пайғамбар Мұхаммад оған бір құлағына сырлы түрде бір сөздер айтады. Сол кезде Фатима жылайды дейді. Сәлден кейін құлағына тағы да сырласып оңаша бір сөздер айтады. Сол кезде Фатима күледі деп айтады. Сол кезде Фатима шығып бара жатқан кезде мен сұрадым, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп айтты, сен жыладың, содан кейін күлдің, не деп айтты деген кезде Фатима айтады, ма кунту ли уфшия сирран наби саллаллаху алейхи уассалам. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сырын ешкімге жаймаймын деп айтады Фатима. Қараңыз, қандай мінез құлық, қандай тәрбие. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сырлы түрде айтқан нәрсені мен ешкімге жаймаймын деп айтады. Осындай мінез құлыққа қазіргі заманда әйелдер түгел, еркектер мұқтаж. Қазір еркектер сырды сақтамайтын болған, аманатты сақтамайтын болған. Бір айтқан сөзіңді, оңаша айтқан сөзіңді келесі күні 1000 адам біледі, 2000 адам, 3000 адам біледі. Сондықтан қараңыз, бұл қандай әдеп, исламның әдебі ол. Бұл Фатима радиаллаху анханың артықшылықтарынан және де даналықтарынан, және де еш күмәнсіз бұл тәрбиені Фатима радиаллаху анха пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан алған. Содан кейін Айша айтады, содан кейін пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өлгеннен кейін дейді, қайтыс болғаннан кейін саллаллаху алейхи уассалама Фатима маған айтады дейді, осы сырды дейді. Сен білесің ба дейді Айша, бір ретте сұрап едім ғой, осындай жағдай болған кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам маған не деп айтқанын. Мен не үшін жыладым дейді. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам маған бірінші айтқан кезде ол айтады, әр жылы Жибрил періште маған жылына бір рет келіп Құранды қайталайтын болған дейді. Ал осы жылы Жибрил алейхиссалам келіп 2 рет қайталады дейді. Пайғамбар Мұхаммад айтады, мен ойлаймын, бұл менің өлімімнің жақындауына дәлел деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Сол кезде мен жыладым деп айтады Фатима. Содан кейін пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам маған айтты, ей Фатима, неге өкініп жатсың? Сен жаннаттағы әйелдердің ханзадасы болуына разы болмайсың ба деп айтты. Сол кезде мен күлдім деп айтады Фатима радиаллаху анха. Сол Фатима пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін 6 айдан кейін қайтыс болады радиаллаху анха. Яғни бұл екінші қызы Фатима. Үшінші қызы Руқайя, және төртінші қызы Умму Кульсум. Бұл екі қызды Усман ибн Аффан радиаллаху анху алады. Яғни Усман ибн Аффан бірінші Руқайяны алады. Сон Руқайя қайтыс болғаннан кейін Умму Кульсумды алады. Екеуі де Усманның радиаллаху анху қолында қайтыс болады. Сондықтан Усманның лақабаты Зун Нурайын болған. Яғни Зун Нурайын деген екі нұрдың иесі, яғни Руқайя және Умму Кульсум. Руқайя болатын болса, Бадыр соғысының уақытысында қайтыс болды, Рамаданда, хижран 2-ші жылында. Ал Умму Кульсум болатын болса, бұл хижран 9-ші жылы Шабан айында қайтыс болады радиаллаху анхум. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның қыздары 4 болғандығында ешқандай ғалымдардың арасында келіспеушілік жоқ. Ал балдары 3 болды, және де біз айттық, бұл жерде тартыс бар ғалымдардың арасында, бірақ дұрыс пікір бойынша бұлар 3 ғана болған. Арғарай Хафиз ан-Науи айтады, ва ауалу ман вулида лаху ал-Қасим. Бірінші баласы пайғамбар Мұхаммад тұңғыш баласы Қасим, содан кейін Зейнаб
өмірге келеді, содан кейін Руқайя келеді, содан кейін Умму Кулсум, содан кейін Фатима келеді. Кейбір жерлерде Фатима Руқайядан алдың өмірге келген деп айтылады. Бұлардың түгелі исламға дейін туылған балдары. Ал пайғамбарлықтан кейін Абдулла деген баласы дүниеге келеді Меккеде, және де Ибрахим деген баласы Мединада дүниеге келеді. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бүкіл балдары куллухум мин Хадижата дейді. Бүкіл балдары Хадижадан болған, илля Ибрахим. Тек қана Ибрахимнан басқа. Себебі Ибрахим Мариядан болады. Мария ол пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам Мысырдың басшысы сый ретінде береді. Бұны кейбір ғалымдар күң болған деп айтады, кейбір ғалымдар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның әйелі болған деп айтады. Және де бұл жерде де бір қызық нәрсе бар. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Марияны алған кезде, Мария Қиптия, Мысырдан келген. Бұл не деген сөз? Бұл мысрилар қайын жұрты болады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Яғни Мысырдың адамдары пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қайын жұрты болады. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сендер Мысырға аттанған кезде Мысырдың адамдарымен жақсы қарым-қатынас жасаңдар дейді. Себебі олар менің қайын жұртым деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтатын болған. Осы жерден біз алатын тағы да бір пайда бұл туыстық қарым-қатынастар және де қайын жұртқа деген жақсылық жасау адамның, қайын жұртымен жақсы қарым-қатынаста болу адамдардың. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл Мысырдың түгелін менің қайын жұртым деп айтқан. Мысырдың халқының түгелін менің қайын жұртым деп айтқан. Яғни ол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның жақсы мінез-құлықтарынан болып есептеледі. Ары қарай Хафиз ан-Науи айтады: "Ва куллухум туффу қаблаху" дейді. Бүкіл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам балдары пайғамбардың өліміне дейін қайтыс болған дейді. Тек Фатимадан басқасы. Фатима болатын болса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өлгеннен кейін тағы да 6 ай өмір сүріп, содан кейін ол да дүние салады. Радияллаху анхум ажмаин. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.